Сәлем баршаға. Мен асқабақ қартаюдың алдын алады деп айтсам, сіздер сенесіздер ме? Ендеше видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Асқабақтың құрамында темір өте көп. Сонымен қатар калий, кальций, магний, қант, ақуыздар да жеткілікті. Және В, С, Д, Е мен сирек кездесетін Т дәрумені бар. Ал құрамындағы А дәрумені жараны жазуға, күйік шалған жерді кетіруге көмектеседі. Ол үшін асқабақты үкіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытта байлап қою керек. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларына, іш қату кезінде, өттің қабынуында жақсы ем болады. Сол себепті дәрігерлер де асқабақтан жасалған тағамдарды көбірек жеуге кеңес береді. Асқабақтың құрамында Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап, иммунитетті көтереді. Әр адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменінің арқасында асқабақ семіздіктен сақтайды. Оны сиыр етімен қосып дайындаса, керемет тағам болып шығады. Ал асқабақты көп жейтін адамдардың бет жүзі әрленіп, көңіл күйі көтеріңкі жүреді. Асқабақта кездесетін майда талшықтар іш қатуды болдырмай, қатерлі ісік ауруына шалдықпауға көмектеседі. Ал С және Б дәрумендері адам денесіне жиналған қалған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие. Құрметті оқырман, видеом сізге пайдалы болса, мен өте қуаныштымын. Жалпы сіз асқабақты қолданасыз ба? Сіздермен болған Сәуле, назарларыңызға рахмет. Алда қызықты видеолар салу, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.